браво. Президент оркестрінің бишісі Әсел Әлібекова бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Су бар бар ішінде? Иә, су бар. Қайырлы таң дейміз. Жоқ ішерде. Президент оркестрінің бас бишісі осындай болмағанда қандай болады? Тамаша өнер көрсеттіңіз. Рахмет. Төрлетіңіз. Өзіңізді бүгін Таңшолпан төрінде көргенімізге өте қуаныштымыз. Мен де өте Көңіл күйіңіз қалай? Керемет кеселер, қымбат телегөрмендер міне. Енді осы биді дайындау барысында қанша кесесіңді? Ой, 40-тан астам кесе шынған шығар. Қымбат телегөрмендер енді барлығында сауал туындайтын шығар, магнит бар астында десене. Ешқандай да магнит жоқ. Рұқсат па? Оймақпен. Болмайды екен мен Мына бидің ерекше элементі көзіме түсті. Тамаша дыбыс шығады, иә? Өте әдемі. Ал кеттік. Әсел, қалай жағдай? Жақсы, рахмет, үлкен. Сізде көптеген жаңалықтар бар. Жуырда ғана Париж қаласына барып өнер көрсетіп қайттыңыз. Ол жақта көптеген бишілермен тәжірибе алмасып келдіңіз. Өзіңіз толығырақ айтып өтсеңіз. Осы шілде айында сол жақтың үлкен өнер мектебінің шақыруы бойынша тәжірибеге барып келдім. Ол маған өзімнің өнер қоржыныма үлкен тәжірибе болды, үлкен астық болды деп айтуға болады. Өйткені ол би әлемінде маған өте керек нәрсе. Болашақта өзіме ол мүлдем басқа жақта болды. Мен өзім ұлттық билер билеймін ғой. Ол жақта жаңа заманауи, модерн, хип-хоп, қазіргі заманауи хореография. Айжан ханым, өзіңізге қай жанр жақын, қай бағытты ұнатасыз? Ұлттық? Әрине ұлттық, өзіміздің қазақ билеріміз, бүкіл әлемдік билер ұнайды. Енді біздің өнер мектебіміз, біздің хореографиялық мектеп бар ғой, өзі Қазақстанда да қалыптасқан, немен ерекшеленеді екен? Қандай ой түйдіңіз? Ол жақта біріншіден айта кеткім келіп тұр. Тұла бойы дене бітіме еркіндік беріледі. Әр музыкаға бостандық, қалай өзін сезінесің, солай билей бересің. Негізі біз көбінесе жасыратын жоқ. Әнге мән береміз. Әннің әуеніне, сөзіне, биге қатты мән бере бермейміз, түсіне бермейміз. Жалпы мысалға дәстүрлі билердің өзінде әрбір қимыл өзінің бір мағынаны білдіреді. Бұл тілі ғой былай қарағанда. Қандай тіл бұл өзі? Әрбір элементтің өз атауы бар. Бұлақ, айна, сырға секілді. Қызғалдақ деген сияқты. Қызғалдақ. Бүгінгі би? Бүгінгі би бұл ұйғыр биі. Шай ішуге шақырасыз барлығын, Чинтақся би, ұйғыр халқының ұлттық биі. Осынымен... Әдетте қайда биленеді? Бұл би тойда ма? Әрине, той-тұмы. Енді шетелге бардыңыз деп айтып жатырмыз. Жалпы біздің дәстүрлі билерге де сұраныс бар. Мысалға, Мәскеу қаласына да барып өнер көрсетіп келдіңіз. Спасская башня, үлкен фестиваль, әскери фестиваль. Ол жақта сіздерді қалай қабылдады халық? Ол жақта өте керемет. Қызыл алаңында билеген мен үшін өтен бір сынақ болды. Билеуге өте ондай мүмкіндіктер болған жоқ. Өйткені жерде өздеріңіз білесіздер, Қызыл алаңында тесіктері бар, андай тастармен жамылған. Тегіс емес. Тегіс емес. Бірақ орыстар өздері айтқандай, Қазақстан келмесе, ол жаққа ол фестиваль біздерсіз өте нашар өтеді деп айтады. Өте жоғары бағаларын берді. 13 елдерден келген, сол фестивальға көптеген бүкіл әлемнен келген. Репертуар жайында сұрағым келіп отыр. Әдетте біз әншілерден сұраймыз, қанша әнің бар, қанша авторлық ән деген сияқты. Репертуарда нақты өзіңіздің қанша биіңіз бар? Нақты 10-нан астам билер бар. 10-нан астам. Барлығы әр ұлттың түрлі билері ма, жоқ әлде? Барлығы ұлттық би. Ұлттық билер ол кісілерде, көбінесе. Қазір осы жерде айта кеткім келіп тұр. Жақын арада жаңа биім қойылып жатыр қазіргі. Құдай қаласа, сіздердің рұқсаттарыңыз болса, осы жерде тұсауын кессек деп. Ирина, рұқсат бересіз ба? Тамаша. Жансерек, бұл жерде рұқсатты сізден сұрау керек шығар. Қыздар рұқсат берді. Біз әрине қуанамыз әрқашанда. Қандай би ол? Бір айтып өтейік қысқаша. Қазақ ұлттық би. Осы
осы жылғы Қазақстан Республикасының ең үздік балетмейстері атағын алған Шамшиев Алмат дейтін қойған биді. Әзірге аты жоқ, қазір ойлау үстіндеміз. Қанша адам билейді ол биді? Өзім жалғыз. Қанша уақыт кетеді бір биді қою үшін? Сол. Дайындық барысы? Өте көп. Ол өткені бір бимен бір кішкентай үзінді қойылым секілді болады. Көп, өте ізденіс көп болады. Әр дайындық сайын Алматыға өзі жоқ, бүгін басқаша, күн сайын бір жерлерін өзгертіп тұрады. Күн сайын бір жаңа қимыл туады, оның да тарихы бар, мағынасы бар. Әрине бұл өте қиын процесс, біз де білеміз, көрермендеріміз де білеміз. Костюм жағын ала кетсек те, ол да өте ерекше. Әр мамандармен ақылдасып, өздерінің кеңестерін беріп, сөйтіп тұрады. Осындай бақыт сәттер көп болса деймін да, жанында 3 қыз тікелей эфирдеміз. Өзіңізге тек қана амандық тілейміз, шығармашылық табыс тілейміз. Бізде дәл қазір қымбат телекөрермендер, жаңалықтар уақыты. Шамалы секундтан кейін Қазақстан ұлттық телеарнасының жаңалықтарына назар саласыздар. Ал біз бүгін студиямызға арнайы келіп, ұйғыр биімен бізді тамсандырған, таң қалдырған президент оркестрінің әншісі Әсел Әлібековаға. Әнші деп айттым ба мен? Демек болашақта әнші боласыз. Алғыс айтамыз. Рахмет. Қымбатты көрермен, ал дәл қазір ұлттық арнада таңғы ақпарат. Назар салыңыздар.